Саламатсыздар ма? Қытай тілін жаңадан бастап жатқан студенттер, сіздерге бүгін HSK бірінші левелдан тест алып келіп отырмын. HSK 1 дегеніміз, яғни бигинерлерге арналған тест. Бұл A1 дәреже болып табылады. Біз бұл HSK 1-де 150 сөз үйреніп болуымыз керек, және де сол сөздерді тесттің ішінде істетеміз. Grammar өте оңай. HSK 1-де біз қалай ответ беру керек екенін, қалай сұрақ қою керек екенін, ортасына жалғаулар не жалғанатынын түсінсек қана болды. Енді HSK 1-де общий 40 тест болады. 40 тесттің 20-сы listening және 20-сы reading бөлімі. Listening бөлімін қарайтын болсақ, бізде 4 бөліктен 5 сұрақтан 20 сұрақ. Ол 15 минут ішінде тапсырылып болу керек. Ал reading бөлімі болатын болса, 5 сұрақ. 4 бөлімнен общий 20 сұрақ, және де ол тоже 15 минут аралығында тапсырылып болу керек. Және де бұл бізге атымызды, ин нөмер сондайлар жазғанға 5 минут уақыт беріледі. Общий қосылғанда 40 сұрағымыз 35 минут аралығында тапсырылып болу керек. Так, listening бөліміне келсек, бұл жерде айтады, әр listeningді 2 рет естуге болады. Яғни, общий бізде 4 бөліктен тұрды ғой, 4 бөлікті 2 реттен естуге болады. Және де біріншісінде біз дұрыс қатесін талдаймыз. Ал екіншісіне келетін болсақ, берілген фотодағы қай бөлімі тур екен, сол фотоны талдаймыз. 3-те тоже сондай, ал 4-те 3 түрлі ответ болады. Соның ішінде A, B, C-ны талдаймыз. Так, reading бөліміне келсек, reading бөлімі бізде бірінші бөлімде айтады, сізге бір сурет беріледі, сіз соны типа тура ма или қате ма соны талдайсыз. Так, екінші бөлімге келсек, екінші бөлім тоже сондай сөз береді, сіз сол сөздің ішінде қандай типа фото қамтылғанын соны талдасаңыз болды. Ал үшінші бөлімде 5 сұрақ беріледі, және 5 сұрақта ответ беріледі. Соны бір-бірімен жалғастырасыз. Яғни қайсы тура, қайсы қате бір-біріне жалғасаңыз болды. Ал төртінші бөлімде сөз талдаймыз, типа ABC-ді беріледі, и соның ішіне қайсы керекті сөзді сол бос орнымызға біз толтырып отырсақ болды. Және де айтады, тестте барлығында пиын қамтылған. Пиын деген, яғни қалай оқылу керек екенін осы пиын арқылы жазамыз. Ал HSK 1-де былай айтылды, listening және reading екеуі қосылып 200 нөмер. 200 нөмерден біз 200 балдан 120 бал алсақ, ол яғни өткен болып табылады. HSK-іміз 2 жылға жарайды. Тест тапсырған күннен бастап ол 2 жылдың көлемінде табылады. Егер сіз Астанада, Алматыда тапсырсаңыз, мөлшерменен 45 күн ішінде сіздің сертификатыңыз өз қолыңызға кеп болады. Ал бүгінгі HSK тестімізді бастар болсақ, басы бізде listening бөлімінен тұрады. Listening бөлімде бізде жазылған H10901 деп, яғни осы нөмерді алып YouTube-ға жазсаңыздар, мінекей, бірінші бөлім тұр. HSK-дің listening-і өз жерде. И бұның ответімен бірге тұрады. Көрдіңіздер, егер тапсырып көреміз десеңіздер, осы жерден өздеріңіз алып тапсырсаңыздар болады. Так, онда тестімізді бастайық. Listening. Бұл жерде біз берілген сөз арқылы тура қатесін талдаймыз. Так, алдын өткізіп жердім. 欢迎参加分时第一部分，一共5个题，每题听2次。例如，很高兴，很高兴。 Так, сөзді 2 рет естідік,很高兴дейді. Гаушин деген бізде қуану деген сөз. Яғни бұл жерде бұл адам қуанып тұр ғой. Иә, бұл тура.看电影，看
电影， Кәнтейін дейді. Дейін деген бізде не? Кино ғой, movie. Бұл жерде бұл кісі газет оқып отыр. Яғни бұл жерде ответіміз қате болу керек. Так, онда бірінші сұрақтан бастадық. 现在开始第一题。一，打电话，打电话， Да, 電話дейді. 電話деген бізде телефон болып табылады. Ал да, 電話болса звондау. Яғни бұл жерде ответ тура. 二，我和儿子，我和儿子， Оғы арзы дейді. Арзы деген ұл бала. Ал нүйар болатын болса ол қыз бала болу керек. Бұл жерде оғы арзы, яғни бұл ответ қате болып табылады. 三，开车，开车， Кайчы дейді. Кайчы, чы деген машина. Бірақ бұл жерде біз велосипед айдап келе жатырмыз ғой. Яғни ол цзинчы болып табылу керек. Яғни ответ қате. 四，吃米饭，吃米饭， Мифән деген бізде не? Мифән ол күріш. Бұл жерде бұл кісі сүт ішіп тұр. Яғни хон ю нәй болу керек. Бірақ мифән қате ғой. 五，下雨了，下雨了， Шайюлы. Шайю деген жаңбыр дегенді білдіреді. Яғни жаңбыр жауды дейді. Я, бұл жерде ответіміз тура. Екінші бөлімге келейік. Бізде екінші бөлімге 第二部分，一共5个题， 5 сұрақ 每 өтші. 题听2次。 Әр сұрақты 2 рет естуге 比 болады. 如， 这是我的书， 这是我的书， Чыши оты шу дейді. Яғни ол менің кітабым дейді. Онда А тура. 现在开始第6题。6，今天天气很冷，今天天气很冷。 Бізде лың деген суық дегенді білдіреді. Яғни 今天天气很冷. Бүгін күн ересен суық. Яғни А ответіміз тура. 7，现在是10点10分，现在是10点10分。 现在是10点10分дейді. Яғни 10-нан 10 кетті дейді. 10-нан 10 кетті деп айтатын болсақ, бұл жерде ответіміз А ответ болып тұр. Сіздерге естеріңізге сала кетейін. Фэнжун деген минут қой. Бірақ бұл жерде біз ауызекі тілге келгенде шіден шифен деп қана айтамыз. Яғни артындағы мына жун әрпі түсіп қалады. Сонда шіден шифен болып қана айтыла салады. 8，他后面有几个人？他后面有几个人？ Мына нәрсені естеріңізге сала кетейін. Мына та ұлдарға қолданылатын та және қыздарға қолданылатын та екеуі бірдей та болып оқылады. Яғни сіз қай адамды айтып жатқанын лесінің арқылы парықтап біле алмайсыз.
айтады, оның артында жигерен дейді, яғни бірнеше адам бар, бірнеше адам тұр ғой. Онда бұл жерде ответіміз С болу керек.我今年12岁了。我今年12岁了。 Мен осы жылы 12-ге келдім дейді. Яғни 12-ге келген болса ол оқып жатқан мезгіл ғой. Яғни А ответіміз тура.他下个月去中国。他下个月去中国。他下个月去中国дейді. 下个月. Онда ол келесі ай деген сөз.下个月болатын болса, Қытайда бізде не бар? Әйгілі, яғни ұлы қорған. Онда С ответіміз тура болып табылады. 一共5个题，每题听2次。例如，你好。你好，很高兴认识你。你好。你好，很高兴认识你。Привет, привет. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын дейді. Яғни бұл жерде бұл С ответі болып тұр. Енді 11-ден 15-ге дейін естейік. 现在开始第11题。11。11. 你看见我的小猫了吗？在那儿，在椅子上。11。你看见我的小猫了吗？在那儿，在椅子上。 你看见我的猫了吗дейді. Сен менің мысығымды көрдің ба дейді. Екі қызын нұсқайды. 在那儿, 在椅子上дейді. Яғни ол орындықтың үстінде отыр дейді. Онда 11-ші ответіміз Д болды. «12. 我们中午去买好吗？你看，我没钱了。12. 我们中午去买好吗？你看，我没钱了。 Бұл жерде бізге айтқан «我没钱了» дейді. Яғни менде ақша қалмады дейді. Кілттік сөзді қарасақ «没钱了», чен деген ақша ғой. Яғни бұл жерде ответіміз 12-де Б болу керек. 13. 你住在哪儿？我和妈妈都住在102。13. 你住在哪儿？我和妈妈都住在102。 Дәл бұл жерге келетін болса, 102 мына сөзді көп адам байқамай қалуы мүмкін. 102 102 деп те аталады, 102 деп те аталады. Осыған назар аударыңыздар, бұл жерде лең 0 дегенді білдіреді. Естеріңізде болсын.
这个汉字怎么读？对不起，我不会。14。这个汉字怎么读？对不起，我不会。Бізде ду деген оқу деген сөз ғой. Сізге сұрап жатырмын. 这个汉字怎么读 дейді. Яғни бұл қытайша әріпті мен қалай оқимын дейді. Иә, ответ беріп отыр. Кешіріңіз, мен білмеймін деп. Ду деген бізде оқу болады. Яғни 14-те ответіміз е болу керек. 15。谢谢你们。不客气，再见。15。谢谢你们。不客气，再见。Пока дегенді қытайша зайчен деп айтамыз. Яғни ол жерде қоштасып отыр. Онда ответіміз 15 F болу керек. 一共5个题，每题听2次。例如，下午我去商店，我想买一些水果。他下午去哪里？下午我去商店，我想买一些水果。他下午去哪里？ Так, бұл жерге келер болсақ, 下午去商店дейді. Яғни түстен кейін мен магазинге барамын. 我想买一些水果. Мен бірнеше фрукты алуым керек дейді. И сұрақ, 他下午去哪里? Ол түстен кейін қайда барады? Яғни store, дүкенге бару керек. Так, енді мына 16-тан 20-ға шейін ішінде қандай сөз қамтылады? Біз соны табуымыз керек. 现在开始第16题。16。我的电脑在他的桌子上。那是谁的电脑？16。我的电脑在他的桌子上。那是谁的电脑？ 我的电脑在他的桌子上дейді. Яғни менің компьютерім оның столының үстінде тұр дейді. Яғни ол жерде кімнің компьютері болу керек? Менікі. Яғни бұл жерде ответіміз Б. 今天星期四，我们明天去看电影。我们什么时候去看电影？17。今天星期四，我们明天去看电影。我们什么时候去看电影？ Так, бұл жерге келетін болса, бүгін шинчisi дейді. Яғни бүгін аптаның 4-і. Біз ертең кино көруге барамыз дейді. Онда ертең болатын болса, онда жұма күні болу керек қой. Яғни шинчиу ответіміз Б болды. 18。他是老师，他有50个学生。他有多少个学生？18。他是老师，他有50个学生。他有多少个学生？ Так, бұл жерге келсек, бізде ташы лаушы дейді. Ол мұғалім, таю 50 ге шөшің. Яғни онда 50 студент бар. Так, бұл жерде онда ответіміз Ц болу керек. Егер Б болатын болса, Ш, А болатын болса, 5. 小姐，你好，你这儿有杯子吗？ 他想买什么？19。小姐，你好，你这儿有杯子吗？他
他想买什么？ Бізде бейзі деген стакан дегенді білдіреді. Яғни ол сұрап тұр. Сізде стакан бар ма? Ол не сатып алғысы келіп тұр? Онда стакан сатып алғысы келіп тұр. Ц ответіміз тура. 20。 这是你的朋友吗？很漂亮。朋友怎么样？20。 这是你的朋友吗？很漂亮。朋友怎么样？ Бізде бұл жерде сұрап тұр. 怎么样дейді. Қандай дейді. Яғни бұл сенің сабақтасың ба? Ол өте әдемі екен. Әдемі деген бізде қытайша тілінде пяолян деп айтылады. Яғни пяолян. Бұл ответіміз тура. Так, енді reading бөліміне келейік. Readingда егер мынау келетін болса, бұл деннау болып айтылу керек. Деннау. Онда бұл қате. Фиджи дейді. Фиджи деген ұшақ, яғни тура. Ше дейді. Ше деген жазу, тура. Тин деген есту, бұл жерде тура. Цай дейді. Цай деген бізде екі түрлі мағынасы бар. Бірі диш, яғни тамақ дегенді білдіреді. Енді бір жағынан цай, шу цай, көктат дегенді білдіреді. Онда бұл жерде цай қате. Бұл негізі ча болу керек. Қате. Та дейді. Бұл қыздарға арналатын та болу керек қой. Яғни бұл мына жерде ұлдарға арналатын та. Бұл қате. Гоу дейді. Гоу деген ит дегенді білдіреді. Я, тура. Енді қарайық. Бұл жерде не қамтылады типа? Қандай кірттік сөз қамтылса, біз соны ғана іздесек болды. Бұл жерде шу дейді. Шу деген кітап. Бұл жерде тек қана бір ғана кітап тұр ғой. Яғни е ответіміз тура. 26. Ни хао, оның ши икуар ма дейді. Икуар деген бұл бір бөлігі. Яғни бұнда қарап көрейік. Д ответіне қарасақ, бұл жерде бұл типа бір бөлігін ғана тұр ғой. Яғни ответ Д болу керек. 27 қарай. Тамзай мәй ифуны. Ифу деген киім. Ал мәй болатын болса, бұл сатып алу. Егер мына мәй болатын болса, бұл сыртқа сату. Онда 27-де ответіміз F болу керек. 28. Тенч тай жылы, точише шуйку. Шуйку деген фрут деген сөз. Ал тай жылы деген өте ыстық. Тенчи деген погода. Бұнда 28-де ответіміз Ц болу керек. 29. Лай, 我们看看里面是什么东西. 东西деген какой-то бір став, какой-то бір зат. Ал лимен деген inside, яғни іші. Біз көрейік ішінде не бар екен дейді. Онда қарасақ, бұл жерде бір гифт берген ғой. Яғни ада ответіміз тура болады. 29-ымыз А. 30. Вей, не 睡觉了吗? 睡觉деген ұйықтау. Вей деген алу деген сөз. Онда біреумен звонок сөйлесіп жатыр деген сөз. Онда ответ Б. Өте қарапайым, тек қана ішінде кілттік сөздерді ғана тапсаңыздар болды. Так, үшінші бөлім. 31-ден 35-ке. Не хы шуйма дейді. Яғни сізден сұрап жатыр, сіз су ішесіз ба? Сіз онда не деп ответ бересіз? Хауды шеше, яғни я, шем, рахмет. Так, 31-ге қарасақ, мына женші шей дейді. Ол кім дейді? Әне жерде бір адамды айтып тұр. Сіз айтасыз, не мен оны танимын, или болмаса танымаймын. Ал онда Ц ответін қарайықшы. О бірінші та дейді. Та. Онда мен оны танымаймын. Яғни 31-іміз Ц болады. Енді 32-ке танюар тоғдалы дейді. Яғни ол қанша жасқа келді? Тоғжау сөй. Енді ол қандай бір жасты айту керек. Яғни Д ответін қарасақ, бұл жерде Д 7 жаста дейді.
31. 你的同学在哪儿工作?工作деген мынау work дегенді білдіреді. Яғни жұмыс. Қай жерде жұмыс істейді дейді. Енді сіз ответ беруіңіз керексіз. Какой-то бір жерде жұмыс істейді деп. Онда аны қарасақ бізде июан дейді. Июан деген сөз емхана деген сөз. Онда 33-те ответ А болады. 34 қарайық. 昨天上午天气怎么样? Кеше түсте погода қандай болды дейді. 怎么样? Яғни сіз айтасыз, или ашық болды, жаңбыр болды, күн жауды, қарлы боран болды деп. И бұны қарайықшы. Бұда бізге ша үйлі дейді. Яғни жаңбыр жауды дейді. Онда 34-те ответ Б болу керек. Енді 35 қараса, папа 什么时候来北京呢? Әкем қашан Бейжіңға келеді дейді. Енді сіз айтасыз, бүгін, ертең, келесі ай, келесі жыл, какой-то бір мезгіл, какой-то бір уақыт айтуыңыз керек. Енді қарасақ, ені қарайықшы. Еді шагүйе дейді. Яғни next month, келесі айда. Онда 35-те ответ Е болады. 36-тан 40-қа бұл мына берілген мына сөздерді біз мына астыдағы бос орынның ішіне қойып шығуымыз керек. Так, не叫什么? Енді сіздің атыңызды сұрамақшы болсақ, біз не叫什么名字дейміз. Онда д кетіп қалды уже. Так, 36-ны қарайық. 昨天是. Енді нен деген бізде жыл. Үй деген бізде ай. Ж деген бізде күн. Онда 2025 жылы 10 айдың 19 күні деп жазатын болсақ, мына жерде ай деген кеп, яғни F-та кеп қойдық. F кетті уже. Т кетті. Енді қарайық. 那个饭馆在火车站дейді. 火车站деген поезд станциясы. Яғни сіз айтасыз, поезд станциясының жанында, шетінде, алдында, артында, или болмаса сол жағында, оң жағында деген сияқты. Онда бұны қарайықшы. Бұда чемен дейді. Чемен деген алды, яғни in front of алды, какой-то бір жердің алдында деген сөз. Фангор деген асхана. Онда ол асхана поезд станциясының алдында. Бұл ответіміз кетті. 38. Не қойшу? Енді сіз қандай да бір тіл, қандай да бір нәрсені айтасыз. Не қойшу? Енді Қытай тілінде айтып көрейікші. Не қойшу? Хан үй ма? Яғни Қытай тілін айта аласыз ба? Онда Е ответіміз кетті. 39. Нән. Нән деген ер адам деген өтеді. Ер. Ни хау, Ван сенжен цай ма? Ван мырза бар ма дейді. Қыз айтыпты. Цай, бар. Чин. Бір чин енді, чин деген плиз деген сөз. Ой, чучау та, мен оны шақырайын. Енді сіз айтасыз, чинзо, или болмаса чинжи, кіріңіз, отырыңыз, мен шақырып жіберейін деген сияқты. Енді қарасақ бұл жерде чинзо, яғни please sit down. Онда А ответіміз кетті бізде. 40-қа қарайық. 40-та төбетші, ол бұхой цофан дейді. Цофан деген тамақ істеу деген сөз. Енді сіз айтасыз, төбетші деп айтып тұр ғой. Төбетші болатын болса, онда мейгуанши. Қытай тілінде мейгуанши деген ештен кетпейді. It's okay дегенді білдіреді. Төбетші болса, кешіріңіз дегенді білдіреді. Онда сіз ответ бересіз. Мейгуанши деп. Мейгуанши ештен кетпейді. Яғни бұл жерде ответ С болды. Мен осымен әческе тестіміз аяқталды. Өте қарапайым. Соңында ответтер керек болса, осы жерде тұр.